Ассалаумағалейкум достар, мен сіздермен Нурка. Бүгін біз өздеріңіз білетіндей подписчигімнің, інімнің және де өзімнің аккаунтыма прокачка жасайтын боламын. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Ендеше қазір біз ең бірінші інімнің аккаунтына прокачка жасағым келіп отыр. Сондықтан қазір алмазды салып, одан кейін прокачкамыз жасайтын боламыз. Так. Енді так. Болды. 313 алмаз түсті. 100 алмаз аламыз. 200 алмаз. Енді бізде 613 алмаз болды. Інім ең бірінші маған пропуск алып берші деп жүрген. Соны ең алдымен прокачка жасаған соң оған ең бірінші пропуск алып беретін боламыз. Міне алдым. Болды. Енді ол мына Динозаврегеддон дегенді түсіргісі келеді. Соны енді сол інім осы Динозаврегеддон дегенді түсіріп берші деп жүрген. Енді соны қазір түсіріп беретін болам. Енді так 213 алмаз қалған. Ой, шақырманlar. Перемешать. Бете бірінші попытканы зор болар еді. Жоқ. Так, енді мынаусын ашып көрейік. Жоқ. Так, өзім інім таңдасын. Жоқ, әрине. Қай жерде бұл мүмкін? Нерде мүмкін? Сонша көп уақыт айналды. Жоқ, түскен жоқ. Болды, алмаз жетті. Өкінішке орай түсіре алмадық. Но бірақ біз оған пропуск алып бердік. Енді ол өзінің пропуск алып медалдарын жинайтын болады. Ал ендеше біз екінші прокачкаға кеттік. Ол өзімнің аккаунтыма прокачка жасайтын болам. Міне өзімнің аккаунтыма кірдім. Енді өзімнің аккаунтыммен сол өзімде 600 алмаз салдым. Енді өзімде пропуск алып, дәл інімдікіндей Динозаврегеддонды ашатын болам. Так, пропуск аламыз. Забрать всені басамыз. Так, АВМ-ға скин. Енді Динозаврегеддонды ашамыз. Так, сәуекер. Мен өзімнің друзьямдағы балдардан көрген. Бұл дино сияқты, бірақ диноға жетпейді. Так. Ең бірінші мұна бұрышты ашайын. Бірінші попыткадан түспейді. Екінші попыткасын інім ашсын. Жоқ. Одан кейін мұна бұрышында осы жерде шығады. Жоқ. Бұл жерде де жоқ. Ең соң попыткадан түсіп кетсек. Ой, жетпейді екен ғой алмаз. Болды, алмаз таусылды. Естейміз енді так 78 алмаз. 78 алмазға келетін ештеңке жоқ. Енді өзімнің подписчигімнің аккаунтына прокачка жасайтын болам. Достар, мен есімнен шығып кетті. Мен есіне білмейтін болсаңдар айта кетейін. Есіне сендерде пропускты алған болсаңдар, осы және де тағы да 2 пропускты бұдан алдыңғы соларды алған болсаңдар, мына яғни мына 3 пропуск
түсті алған болсаңдар, сендерге 100 алмаз алуға болады. Ол үшін мына шетте тұрған сайт тұрады, сайттың белгісі, соны басып кіресіз. Міне ұстады, енді көреміз қазір. Және осының мына екінші бетіне өтеміз. Ал одан кейін осы жерден 100 алмаз және де бір алмазный купонды алуға болады. Міне 25 алмазды алдық. Қазір бір алмазный купонды алдық. Кейін 75 алмазды алдық. Так, енді біз тағы да бір рет динозаврегеддонды ашуға болады. Так, ойланып барып біреуін таңдау керек. Осы радушный динозаврды алу керек маған, қалай болса да. Алма кетті домалақ дейді. Қайсысын ашсақ болады? Айтпақшы менде бір бақ білетін бір друзья шақыру керек сені. Так, друзьядағылар. Бірақ бұлар қазір шақырмайды. Әрине ешқайсысы шақырмайды. Так, ортасындағысын аша салайын. Түскен жоқ. Әрине түскен жоқ. Мынасының ішінде ма? Міне менің подписчигім Бека деген. Енді осы балаға қазір прокачка жасап беретін болам. Так, 310 алмазға. Бонусымен 610 алмаз болады. Так, сразу платеж выполнен. Енді 611 алмаз болды. Ол Бека деген баланың аккаунтына донат жасаған болатын. Бірақ тура алдыңғы видео секілді тағы да видео түсіретін өшіп қалыпты. Сондықтан мен оған жасаған прокачкамды көрсете алмадым. Бірақ мен ауызша айтып кете салайын. Сол 611 алмаз 180 алмаздан 2 рет айналдырдым. М40-тың инкубаторын 2 попытка айналдырдым. Одан кейін ода 2 чертеж бар екен. Ол осы көк М40-ты түсіріп берші деген болатын. Сондықтан одан мен оған бір чертеж түсті, 2-ші попыткадан 5 ретте айналдырдым. Сосын осы М40-ты алып бердім. Одан кейін артылған алмазына осына динозаврегеддон дегенде түсіріп бердім, аштым. 2-ші попыткасынан түсті, ал артылған алмазға ол айтты: тиіспей-ақ қойшы, мен артылған алмазын өзім тағы алмаз қосып, тағы да бір скидкалар шықса, соларды түсірем деді. Соларды айналдыратын болам деді. Ал одан кейін мақұл деп мен оның алмаздарына тиіскен жоқпын. Сөйтіп, оның аккаунтына да прокачка жасадым. Ал бүгін мен осы бір күнде 3 адамға прокачка жасадым. Ал ендеше видео аяқталды. Ал ендеше достар, видео ұнаған болса арнаға тіркеліп, лайк басып және колокольчикті басып кетуді ұмытпаңдар. Менің арнамды 50% адам тіркелмей көреді екен. Және де менің арнамда осы видеоның көрген минуты өте аз. Видеоны толық көріңдер достар. Сол кезде мен сендерге тағы да бір конкурсым болады. Осы секілді, осы бала подписчигіме прокачка жасаған секілді тағы да бір конкурсым болады. Сондықтан видеоны толық көріп және колокольчикті басып қойыңдар. Сонда менің видеоларымды ең бірінші көре аласыздар. Ал ендеше сау болыңдар.